Құрбан айт мерекесі баршамызға құтты болсын. Таңертең ертерек тұрып, ата-енем мал шалуға кетті, ал мен оған дейін қамырымды ашты, бауырсақ, жетін нанымды пісіріп алдым. Жыл сайын мал шалғанда бір бөлігін бір үйге береміз, бір бөлігін үйге тамақ жасап, үлкен кісілерді шақырып Құран оқытамыз. Ал осы жолы енемнен маған келген тапсырма шек қарындарды тазалап, бас сирақты тазалап, кешке дейін дайындап қою. Және де жұрттың келінен маған келген тапсырма дәл осылай болды ғой. Бір күнде екі адамнан бірдей тапсырма алдым. Шек қарынды бір өзім бірінші рет тазалайтын боламын. Ал көрейік қалай болады екен. Бірінші қайнап тұрған ыстық суды қарынның ішіне құйып қойдым, осылай жібісін деп. Сосын осылай пышақпен қырып барлығын тазалап алдым. Дұрыс кетпеген жерлері болды, сондықтан тағы да қайнап тұрған суды құйып қойдым. Ал оған дейін бас сирақтарды да қырып тазалап алдым. Енді ішектерді тазалайтын боламын. Ішек тазалау ең оңайы деп ойлағам, бірақ қателеспін. Ең қиыны осы ішек тазалау болды мен үшінші. Осындай жағдайда болып қалдым. Барлық жерді бүлдіріп, састып, әйтеуір 2 сағат дегенде әрең осы тірліктің барлығын бітірдім. Өйткені маған тапсырма осылай болып келді. Ал қалай тапсырманы орындадым, комментарийге жаза кетіңіздер.